Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру адамның иммунды тапшылықты вирусты инфекцияларын ерте анықтау мақсатында 27 қараша 2020 жылы 211 бұйрыққа сәйкес жүктіліктің алғашқы 12 аптасына дейін есепке тұрар алдында жүктіліктің серіктесімен бірге тест тапсыру жүргізіледі. Екінші тестілеу 30 апталығында жүргізіледі және тесттің нәтижесінде ана мен бала өлім көрсеткішін болдырмау, өміріне қауіп төндіруін төмендету мақсатында. Екінші кезекте халық арасында қауіп тобы жоғары науқастар, адамдар, маскүнемдер, нашақорлар және де жеңіл жүрісті қыз-келіншектер мен ер азаматтардың арасында АИТВ инфекциясын тексеру жұмыстары жылына бір рет тегін жүргізіледі. Егер осы тестілеу нәтижелерінен кейін АИТВ инфекциясы анықталған жағдайда мемлекет тарапынан емделу және зертханалық тексеру көрсеткіштерінің барлығы тегін жүргізіледі. Және де АИТВ инфекциясын жұқтыру көрсеткіші жоғары қауіпті адамдар арасында бір реттік қолданылатын шприц және де мүшеқап тегін таратылады және де қамтамасыз етіледі.